Қараесек Нұрлек Ерболатұлы 1999 жылы Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданында Қараесектер әулетінде дүниеге келдім. Біз отбасында 3 ағайындымыз. Мен екінші балам. Әкем Қараесек Ерболат Құтжанұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы. Қазіргі таңда Жаңаарқа ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде дзюдо күрестен аға бапкер болып жұмыс істейді. Анам Төлеубаева Айгүл. Ол кісі 2000 жылдардан бастап сол кәсіпкерлікті қолға алып, қазіргі таңда жеке кәсіпкер. Ол кісі өзімнің әкем болса да, өз көлемесінде барлық еркелікті ұқтырып, ұстаз бен шәкірт дәрежесін сақтап, жұрттың баласы емес, ұлттың баласы болуға тәрбиеледі. Ол кісінің өзінің көптеген шәкірттері бар. 23 жылдан астам еңбегінің нәтижесінде қазіргі таңда халықаралық жарыстардың, әлем, Азия чемпионаттарының жүлдегерлері мен жеңімпаздарын баптап шығарды. Атап айтатын болсақ, 2019 жылы қазақ күресінің әлем чемпионатында Айдос Ғалымов ағамыз алтыннан алқа тағынған болатын. Сол кезде қазақ күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы атағына ие болды. Спорт бұл адам денсаулығының мықты болуына бірден бір себепші. Қазақ болғаннан кейін күрес қанымызда бар ғой. Бала күннен бұл спорт түріне мен қызығушылығым өте жоғары болды. 2006 жылдан бастап осы дзюдо күресімен айналыса бастадым. 2014 жылы қазақ күресінен Қазақстан Республикасында чемпионатында топ жарып, дзюдо күресінен сол чемпионатта жүлдегер болдым. 2015-2016 жылдары жас барыс республикалық турнирларды өттім. Кейін жастар арасында дзюдо күресінен халықаралық жарыс Екатеринбург қаласында, Ресей мемлекетінде сол жарыста жеңімпаз атандым. Және сол жылы ересектер арасында Қажымхан атамыздың атындағы халықаралық жарыста қазақ күресінен жеңімпаз атандым. Қазіргі таңда Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін мектебінде дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Әкемнің жолы ол жол деген сөзге сүйеніп, қазіргі таңда өзім шәкірт тәрбиелеп, өзімді бапкерлік қырынан дамытудан. Шәкірттерім кіші жасөспірім балалар, енді бастап келе жатқан. Аллаға шүкір, қазіргі таңда аудандық, облыстық біріншіліктерде жеңімпаз жүлдегерлер шығып жатыр. Бала, кіші жасөспірім балаларды бұл спортқа деген қызығушылығын өсіруде, өшіруде тікелей бапкерге байланысты. Сондықтан балалармен жұмыс істер кезде өте мұқият боламыз. Барынша аянбай еңбек етіп тер төгеміз. Сонымен қатар шәкірттерімізді алдағы болатын облыстық республикалық жарыстарға тыңғылықты дайындап жатырмыз. Мақсатымыз сол шәкірттерімізді жеңістерінен көру. Арт спорт студиясы қазір бізде 60-тай шәкіртіміз бар. Және де болашақ осы дзюдо үйірмесіне қатысам деген барлық қызығушылық танытқан балаларды осы жерге шақырамыз. Арт спорт студиясына бізде барлығы тегін келіп қатысып дайындаламын десеңіздер хабарлассаңыздар болады. Жалпы аудан жастарына айтарым, спортпен айналысыңыздар. Сіздерді спортқа шақырар едім, себебі спорт денсаулықтың мықты болуының бірден бір себепшісі. Бос уақыттарыңызды зая кетірмей, осы спортқа арнасаңыздар, нұр үстінде болады.